Баршаңызға сәлем, құрметті тыңдарманым. Сіздерге кезекті ой саларлық әсерлі әңгіме ұсынғалы отырмын. Әңгімені бастамас бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Көптен көп рахмет. Қарсы алдынан шықты. Жүрегі шым етіп, бойын бір алапат сезім соғып өткендей болды. Сол баяғы аққұба жүзі, аялы тұңғиық көз. Кездейсоқ-кездесумен алапат сезіммен арпалысып тұрып, қасындағы 4-5 жастар шамасындағы баланы да байқамай қалған екен. Өзіне тартып, маңдайынан өпті. Оның тұңғиық көзінен сағынышым, шынымен сенсің бе деген ойды байқады. Үнсіз бір-біріне қарап тұрды. Үнсіздіктен қуаныш та, мұң да туындап жатқандай. Бір кезде ол қасындағы баланы қолынан нұсқап, «Менің ұлым, үйде жұбайым күтіп отыр еді. Біз дүкенге шығып едік» деген ойын саусақтарының қимылымен жеткізді. Қоштасудың белгісін көзімен ұқтырып, жайлап жүріп кетті. Сағыныш олардың артынан қарап тұрып қалды. Жүрегі олармен бірге кетіп бара жатқандай күй кешті. Сағыныштың ата-анасы қызмет бабымен басқа ауданға көшіп келді. Бұл кезде Сағыныш 10-шы сыныпта оқитын еді. Жаңа қоңыс, жаңа орта. Ешкімді танымайды. Жазғы демалыс болғандықтан бой жазып қайтайын деп үй ауласынан шыққан еді. Көшенің қарсы бетіндегі үйдің көлеңке жағына қойылған сәкіде отырған өзімен шамалас ақ көйлек киген қызға көзі түсті. Қыз қасына келген екі ақ түсті көгершінге қолындағы нанды тастап, олардың теріп жегендеріне қызықтап қарауда. Сағыныш та қыздың қасына жақындай бере, «Сәлематсың ба, қарындас?» деп дауыстады. Бірақ қыз дауысқа селт еткен жоқ. Қайта бөтеннен қорыққан қос көгершін пыр етіп ұшып кетті. Сол кезде ақ көйлекті қыз да бұған қарады. Аққұба жүзіндегі аялы қара көз табиғи сұлулықты паш етіп тұр. Сағыныш, «Қарындас, достарыңды үркітіп жібердім бе? Кешіріңіз» деп дауыстады. Қыз басын шайқап, қолдарын қимылдатты. Сонда ғана қыздың мылқау екенін бірден түсінді. Құдай да қатыгез-ау. Аруларда болатын барлық сұлулықты бере тұрып, бір жерінен кем қылуы қандай қасірет деп ойлады. Қыз жанына отырған Сағыныш өзінің жаңа көршісі екенін, есімінің Сағыныш екенін саусақ қимылмен түсіндіргендей болды. Қыз да есімінің Ақгүл екенін және қаладағы арнаулы мектепте 10-шы сыныпта оқитынын, демалысқа келіп жатқанын ымдап, саусақ қимылдары арқылы жеткізді. Я, осы таныстықтан кейін Ақгүл екеуінің арасындағы достық басталды. Бірге қыдыратын. Ақгүл үшін мына жарық дүние мәңгілік тыныштық болса да, жүрегі тыныштықты қалайтындай қырға шыққанда ауыл жанындағы көл жағасында қыдыруға тілек білдіретін. Екеуі көл жағасындағы көк тасқа отырып, жүректері арқылы сырласатын. Кейде екеуі көлдің шетіне келіп, ұсақ тастарды тыныш жатқан суға лақтырып та қызықтаушы еді. Бірде Ақгүл алақанымен суды көсіп алып, Сағыныштың бетіне шашып жіберді де жымиып күліп қаша жөнелді. Қуып ұстап алғанда оның ақ жүзінің бал-бұл жанып, аялы қара көзі нұр шашып тұрғанын көрді. Шыдай алмай кеткен Сағыныш қыз ерінен қалай сүйіп алғанын да байқамай қалды. Бұл екі пәк жүректің жаңа ғана бір жара бастаған ақ махаббаттың белгісі еді. Кенет Ақгүл тұнжырап қалды. Үлкен де аялы қара көзі мұңға батты. Мүмкін ол жүрегіндегі пәк сезімін басқа құрбылары сияқты алғашқы махаббатына сөзімен жеткізе алмағанына өкініші болар. Мүмкін бұл бақыт енді қайтып, еш уақытта қайталанбайды деп те ойлағаны болар. Мүмкін. Жаңа оқу жылы да басталды. Сағыныш жаңа достар тапты. Қалаға оқуға кеткен Ақгүлмен тек ұялы телефон арқылы хабарласып жүрді. Екеуінің жүрегін үнсіз хаттар ғана жалғайтын. Үнсіздік. Мектеппен қоштасу уақыты да жетті. Сағынышқа кәмелеттік аттестат алған қуанышты күнмен қатар, балғын жүрекке мұң салар Ақгүлден де хат келді. Сағынышым, үлкен өмірге жолдама алғанына қуаныштымын. Осындай қуаныштарды адамдардың тілмен бөліскенінен артық не бар? Ал мен сенің қуанышының барлық сәттерін естімесем де жүрегіммен естимін. Сондықтан да өзімді бақытты санаймын. Сен алғаш кездескен күннен бастап, жүрек арқылы сөйлесетін бақытқа жеткіздің. Адамдар тек сөзбен емес, жүректер арқылы да сөйлесіп тұрса, бақытты жандар көп болар еді. Сағыныш, енді үнсіз тілдескен жүректердің айырылысу уақыты жетті деп санаймын. Өйткені алдағы үлкен өміріңде қуанышыңды да, бақытыңды да, тілмен де, жүрекпен де бөлісе алатын сыңарың болу керек.
Осылай болған күнде ғана мен өзімді бақыттымын деп санаймын. Қош бол, алғашқы махаббатым. Ақгүл. Содан бері 10 жыл өтті. Оқу бітірді, қызметке орналасты. Отбасылы болып 2 баланың әкесі атанды. Ата-анасы басқа қалаға қоныс аударғандықтан алғашқы махаббат бекетіне айналған аудан орталығына бара алмағанды еді. Бірге оқыған сыныптастарынан Ақгүлдің Арнаулы мектептен тігіншілік мамандығын алып шыққаннан кейін өзі тағдырлас жігітпен тұрмыс құрғанын естіген. Сағыныш ауыр ойда тұрып, такси тоқтатты. Көше толған көліктердің арасынан сағыныш мінген такси жүріп кетеді. Көлікке орнатылған магнитофоннан Бекжан Тұрыстың орындауындағы оңаша қалып опасыз жалған 5 күннен, еншімді жаным даулаған емен ешкімнен, айтатын сөзім тұрса да тілдің ұшында, амалым қанша, мылқаудың күнін кештім мен, әні баяу естіледі. Бүгінгі әсерлі әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Арнамызға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.